Үй ішіндегі ауа даладағы қарағанда 10 есе лас. Сол үшін үйіңізді ауа ылғалдауыш құрылғының болғаны жөн. Әріптесім Ақбота Сақұлова оны қалай таңдап, қандай ережелерге мән беру керектігі жөнінде біліп қайтты. Назар аударыңыздар. Адам өзін үйде жайлы сезіну үшін ауа ылғалдығы 40-60% шамасында болу керек. Тым құрғақ ауа демалуды қиындатады. Шырышты қабықтың құрғауын, шаш пен тырнақтың сынғыштығын, ағзаның жалпы әлсіздігін тудырып, теріге әжім түсіреді. 60 шаршы метрдегі көлемді үйге арналған. Ал мынау екінші түрі бұл 30 шаршы метрдегі үйге арналған. Барлығында да фильтр болады, бірақ ол фильтр сізге көпке қызмет жасатқыңыз келсе, онда бұл ауа ылғалдандырғыштарға фильтрден өтілген тазартылған суды құйған жөн болады. Бұны қолдану үшін құрылғысын көтеріп, мұнда су құямыз. Бұл 4,5 литр суға арналған. Және бұл ауа ылғалдандырғышы өте оңай, сенсорный экраны бар, барлық қосу өшіру функциясы, түнгі режимі бар, таймер бар, сосын жылы бу бар. Және ауа ылғалдандыру режимін осынан өзіңіз таңдасаңыз болады. Ауа ылғалдығы жетіспегенде бас ауырып, тамақ құрғап, зейін қоюмен еңбекке қабілеттілігі төмендейді. Тым құрғақ ауада шаң тозаң әсерінен аллергиялық реакция туындайды. Ал кішкентай балалардың терісі құрғап, демалуы қиындайды. Бұдан өзге, бүйрек қызметі нашарлап, дисбактериоз туындауы мүмкін. Ылғалдандырғыш приборларын сатып алып, бөлмені жарты сағатқа болсын, 1 сағатқа болсын қойып пайдалануға болады. Адамдар үшін пайдасы бөлмедегі шаңды басады, және де аллергенді кетіреді, вирустарды, бактерияларды кетіріп пайдасын тигізеді. Ауа ылғалдығын гигрометрмен немесе шырша бүршігін бөлмеге қою арқылы анықтауға болады. Егерде қабыршығы жабық болса, бөлмедегі ауа ылғалы жеткілікті, ал көтеріліп тұрса жетіспеуін білдіреді. Сондықтан да ауа ылғалдандырғыш құрылғысын аларда біз берген кеңестерді ескере жүріңіз.